Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сабағымызды бастаймыз. 3-ші сынып 17-ші сабақ. Көбейту және бөлу амалдарын орындау кезіндегі нөлдің қасиеті, санды нөлге бөлуге болмайтындығы. Жазушылар шығармашылығындағы Қазақстан табиғаты. Сен көбейту мен бөлудегі нөлдің қасиетін әріпті теңдіктер арқылы жазып үйренесің. Бірінші есепке қарайық. Мәні бірдей теңдіктерді тауып, ақын жазушылардың қандай өлең жазғанын анықта. Бізге бірінші М. Әлімбаев қандай өлең жазғанын табуымыз керек. Яғни бізде Әлімбаев дегенде өрнек берілген. 9 көбейту 1 бізде 9-ға тең. Яғни қандай өлең жазғанын табу үшін біз есепті шығару арқылы табуымыз керек. Мына жерде 3 көбейту 3 бізде 9. Яғни Әлімбаев отан атты өлең шығарған екен. Сәкен Сейфуллин 24 бөлу 4 бізде 6-ға тең. Яғни Көкшетауды қарайық, 6 бөлу 1 бізде 6 болады. Яғни 6-ға тең. Сонда Сәкен Сейфуллин Көкшетау атты өлең шығарған екен. Енді Мауленов 25 бөлу 5 бізде 5-ге тең. 5 көбейту 1 5-ге тең. Сонда Мауленов «О далам менің» атты өлең шығарған екен. Міне осылай тауып, дәптерімізге жазып аламыз. Екінші есеп. А нұсқасына қарайық. Есепте қорытынды жаза. 0 көбейту 5. Яғни 0-дің 5 қосындысы, яғни 0, 0, 0, 0, 0, 5 0 бар бізде. 5 0-дің қосындысы, яғни 5 көбейту 0 көбейту 5 деп жазсақ болады. 0-ге тең болады. 0 көбейту 3. 3 0-дің қосындысы. 0 қосу 0 қосу 0. Яғни жауабы 0 болады. Бізде ережесі 0 көбейту А тең 0. Яғни А саны кез келген сан. А әріпі бізде орнына кез келген санды қоямыз. 2 көбейтіндінің біреуі 0-ге тең болса, онда бізде жауабы 0 болады. А есебіне, А нұсқасына қарайық. Өзара байланысты теңдіктер қалай құрылған? 0 көбейту 5 0. 5 көбейту 0 0. 0 бөлу 5 0 болады. Енді мына жерге қарайық. 0 көбейту 4 0. 4 көбейту 0 0. 0 бөлу 4 0 болады. Ережеге қарайтын болсақ, А көбейту 0 тең 0. А-ның орнына кез келген санды қоя аламыз. Яғни мына жерде 0 көбейту А, мына жерде А көбейту 0. 2 көбейтіндінің орнын ауыстырсақ, мәні өзгермейді. Көбейткіштердің бірі 0-ге тең болса, көбейтіндінің мәні де 0-ге тең болады. Яғни бізде 2 көбейткіш бар, олардың біреуі 0-ге тең болса, көбейтіндінің мәні 0-ге тең болады. Келесі ереже 0 бөлу А тең 0. Себебі А көбейту 0 тең 0-ге. Егер 0-ды санға бөлсе, онда 0 шығады. Енді мына ережеге мұқият қарайық. А бөлу 0 тең санды 0-ге бөлуге болмайды. Яғни біздер А-ның орнына, мына жерде А-ның орнына кез келген санды қоя аламыз. А бөлу 0 тең санды 0-ге бөлуге болмайды. Келесі бізде үшінші есеп. Қима қағаздардағы өрнектерді пайдаланып, тура теңдік және теңсіздіктер құрыңдар. Бізде мына жерде өрнектер берілген қима қағаздарда. Осыларды пайдаланып, біз тура теңдік және теңсіздік құруымыз керек. Бізде мына жерде мысалы алайық. 1 көбейту 5 бізде 5. 0 бөлу 5 бізде 0 болады. Сонда бізде 5 үлкен болады. Келесі 3 бөлу 3 бізде 1. 1 көбейту 3
3 болады. Сонда бізде 3 үлкен. 8 көбейту 0, 0. 6 көбейту 0 тең. Екеуі тең болады. 1 көбейту 3, 3 болады. 3 көбейту 1, 3 болады. Яғни теңдік. 3 көбейту 1 бізде 3, 9 бөлу 9, 1 болады. Яғни бізде 3 үлкен. Осылайша теңдік және теңсіздіктер құруға болады. Әртүрлі ойдан құраймыз берілген өрнектерді пайдалана отырып. Келесі бізде 4-ші есеп, өрнекті оқы есепте. Бізде бірінші 32 бөлу 8 қосу 6 көбейту 0 өрнегі берілген. Біз бірінші бөлуді орындаймыз. Екінші көбейтуді орындаймыз. Үшінші мына қосу амалын орындаймыз. 8 бөлу 32 бөлу 8 бізде 4 болады. Қосуды жазамыз. 6 көбейту 0 бізде 0-ге тең. Жауабы 4. Келесі бізде 0 көбейту, жақша ішінде 459, азайту 455, жақшаны жабамыз, бөлу 2. Енді есепті шығарайық. Бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз. Екінші көбейту, үшінші бөлу. 0-ді жазамыз, көбейтуді қоямыз. Жақшаның ішін орындайтын болсақ, 459 азайту 455 бізде 4 шығады. Бөлуді қойып, 2-ні жазамыз. Тең. Бірінші көбейту, екінші бөлу. 0 көбейту 4 бізде 0. Бөлеміз 2-ге. Тең 0 болады. Келесі бізде 12 қосу 3, бөлу 3 өрнегі берілген. Бірінші бөлуді орындаймыз. Екінші қосуды орындаймыз. 12 қосу 3 бөлу 3 бізде 1. Тең болады 13-ке. Келесі бізде 18 бөлу 3 қосу 0, бөлу 2 өрнегі берілген. 18 бөлу 3 бізде 6. Қосуды жазамыз. 0 бөлу 2. 0 тең 6. 400 азайту 9, көбейту 1, қосу 212 өрнегі берілген. Бұл жерде біз бірінші бөлуді, екінші азайтуды, үшінші қосуды орындаймыз. 400-ді жазамыз, азайтуды жазамыз. 9 көбейту 1 бізде 9, қосамыз 210-ға. Яғни тең болады бізде 601 болады екен. Келесі бізде 3 көбейту, жақша 789, азайту 780, жақшаны жабамыз, қосу 89 өрнегі берілген. Біз бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Екінші сыртында көбейтуді, үшінші қосуды. 3 көбейту жазып аламыз. Жақшаның ішін орындаймыз. 789 азайту 780 бізде 9, қосу 89. Тең 3 көбейту 9 бізде 27, қосу 89, тең болады 116-ға. Келесі бізде 5-ші есеп. Есептің шартына қарай сұрақ қой. А нұсқасына қарайық. Саябаққа 24 терек көшеті 3 қатарға теңдей бөлініп отырғызылды. Ары қарай жалғастыруымыз керек. Әр қатарға қанша терек көшеті отырғызылды деген сұрақты толықтырып жазамыз. Біз енді берілген жазамыз. Барлығы бізде 24 терек отырғызылды 3 қатарға. Енді біз әр қатарда неше терек бар соны табуымыз керек. Сонда шешуі деп жазып аламыз да, 24 бөлу 3 тең 8. Сонда 3 қатар, әр қатарда 8 теректен отырғызылған. Жауабы бізде әр қатарға 8 терек көшеті отырғызылды. Келесі бізде 5-ші есептің
ә нұсқасы сызбаны пайдаланып кері есептер құрастыр. Бізде бірінші сызбаға қарайық, иә. 4 барлығы бізде 24 екен, яғни 3 қатар дейік. 3 қатар деп алайық, иә. 3 қатар берілген. Енді осының ішінде әр қатарында неше терек отырғызылған табуымыз керек. Бізде барлығы 24 терек, қатар 3 қатар, әр қатарда неше терек табуымыз керек. 24 бөлу 8, 24 бөлу 3 тең 8. Жауабы сонда әр қатарға 8 терек көшеті отырғызылды. Ә нұсқасының екінші сызбасын қарайық. Бізде барлығы белгісіз. Біз барлығын табуымыз керек. Бірақ бізде 3 қатар, 1, 2, 3 қатар бар. Әр қатарда 8 теректен отырғызылған. 8 терек, 8 терек, 8 терек. Енді біз барлығын табуымыз керек. Сонда біз 8-ді 3-ке көбейтсек 24 болады. Жауабы барлығы 24 терек көшеті отырғызылды. Ә нұсқасында есептерді шығарайық, иә. Алдыңғы екеуін шығардық. Енді үшінші сызбаға қарайық. Бізде барлығы 24. Әр қатарда 8 теректен бар. Әр қатарда 8 теректен бар. Бізде неше қатар бар? Қатарды табу керек. Сол әр қатарда 8 теректен бар, барлығы 24. Қатарды табуымыз керек. Сонда біз 24 бөлу 8 тең 3 болады. Сонда бізде терек көшеті 3 қатарға отырғызылды. Келесі бізде 6-шы есеп, теңдеулерді шеш. А көбейту 5 тең 0. Енді біз А-ны табуымыз керек. А тең 0 көбейту 5, А тең 0 болады. Сонда бізге тексеріп көреміз. А-ның орнына 0-ды қоямыз. 0 көбейту 5 тең 0. 0 тең 0. Келесі бізде С бөлу 6 тең 2. С-ны табуымыз керек. С тең 2 көбейту 6. С тең 12. Енді орнына қоямыз. 12 бөлу 6 тең 2. Есебіміз дұрыс. 2 тең 2. Келесі 45 бөлу X тең 1. Біз X-ті табуымыз керек. X тең 45 бөлу 1. X тең 45-ке. Орнына қоямыз. 45 бөлу 45 тең 1. Яғни 1 тең 1. Теңдеуіміз шығарылды. Келесі бізде 7-ші есеп. Бірінші мысалды шығар. Олардың жауабын пайдаланып, осы бағандағы қалған мысалдардың жауабын жылдам тап. Бізде біріншісін шығарайық. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. 450 қосу 40 бізде 490. Азайтамыз 280-ді. Тең бізде 210. Енді келесі есепті қарайғы. 280, 280. Тең бірдей. 40, 40. Бірдей. Яғни енді біріншісін қараймыз. 450, 460. Бізге 460 10 санына артып тұр. Сонда бізде жауабы 210-ға 10-ды қосып, 10-ды арттырып жазамыз. Сонда 220. Келесі есепке де қарайық. Алдыңғысымен салыстырайық. 280, 280 бірдей, 40, 40 бірдей, 260, 270. Тағы да 10-ға артып тұр. Сонда біз жауабын 230 деп 10-ға арттырамыз. Осылай жылдам шығарамыз. 7-ші есептің екінші қатарын шығарайық. 600 азайту жақша ішінде 100 қосу 80. Тең жауабын жазайық. Біріншісін шығарып алайық. 600 азайту жақшаның ішіндегісі бізде 180 болады. 600-ден 180-ді азайтсақ бізде 420 саны шығады. Келесін оңай шығару үшін біз алдыңғысымен салыстырайық. 600, 600, 100, 100 бірдей. Яғни мына жерде 80, мына жерде 60.
Сонда бізде 600-ден азайтқан кезде, 180-ді азайтқан кезде 420 шықты. Енді 600-ден біз 160-ты азайтуымыз керек. Яғни алдыңғы саннан қарағанда бізде 20 санына көп болады. Сонда бізде 440. Келесін салыстырамыз. Алдыңғысына қарап, оңай шығару үшін 600, 600, 100, 100, мына жерде 60, мына жерде 40. Яғни 40 саны 60 санына қарағанда 20 санға аз. Демек 600-ден 20 сан азайтқан кезде бізде жауабы мына жерде 20 санға көп болып шығады. Яғни 600 санынан 140-ты азайтқан кезде бізде 460 шығады. Жетінші есептің үшінші қатарын шығарайық. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 310 қосу 90 бізде 400 көбейту 1, 400-дің өзі шығады. Енді жылдам шығару үшін алдыңғы есеппен салыстырамыз. Келесін 310, 310, 90, 60. Сонда 90-нан 60-ты азайтсақ 30, 30 санға азайып тұр. Яғни бізде жауабы 30 санға азаяды. Бірге көбейтсең өзі шыққандықтан жауабынан алдыңғы өрнектің жауабынан 30-ды азайтып жазамыз. 400-ден 30-ды азайтсақ бізде 370. Енді келесі есепті салыстырайық. 1 көбейткенде ол санның өзі шығады. 310, 310, 60, 30. 60-тан 30-ды азайтсақ 30, яғни 30 санына кеміп тұр. Бізде жауабы 30 санына аз шығады алдыңғы есептің жауабынан. Сонда 370-тен 30-ды азайтсақ бізде 340 саны шығады екен.